Сәлем достар, Адирматина тағы да сендермен бірге. Достар, бүгінгі видео өте қызықты болады. Себебі біз осы видеоны өзіміз ойлап таптық, және де ешкімде ондай видео жоқ деп ойлаймыз. Сол үшін лайк басып кетіңдер. Ал бүгінгі видеоның атауы анамыздың гардеробынан өзімізге сай келетін лукты таңдау. Яғни біз анамыздың киімдерін алып, өзімізге сай келетін луктарды таңдайтын боламыз. Ал сізге қызық болса, кеттік! Достар, жалпы осы идея бізден қайдан келді? Әрбір қыз, кішкентай қыз өзінің анасынан кішкентай кезінде киім алған немесе косметика, оны бәрі біледі. Иә, және біз де солай істегенбіз кішкентай кезімізде. Сондықтан бізге осындай идея келді. Енді біз сендерге осы видеоны түсіріп жатырмыз. Қазіргі уақытта анамыз киіп жүрген киімді алып, өзіміздің киімдерімізбен сәйкестендіреміз. Сосын қалай шыққанын сендерге көрсететін боламыз. Міне достар, ең бірінші бұл маманың свитері, кофтасы, және өзіміздің обычный қара джинсы. Міне қарап. Қазір әдейі киінетін болады. Достар, ең бірінші лук. Өзімнің қара джинсы, қарапайым, және де анамның свитері. Осы свитерді айтпақшы біздің видеода анамызға таңдап берген болатынбыз. Анамызға өте қатты ұнайды. Осы лук қарапайым, бірақ сол кезде де өте модный. Және де міне анамыздың осындай сумкасы. Оны да кисе өте модный болады деп ойлаймын. Ал енді келесі лукты, екінші лукты сендерге Мадина көрсетеді. Міне достар, осындай лук. Ол маманың пиджагы және Мирастың ремені. Бұл осындай стиль casual деп аталады. Міне. Бұл обычно ерлердің пиджагын киіп алады кейбіреулері. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Бірақ маған өте қатты ұнайды. Және осы образға осындай кішкентай сумочка алуға болады. Оның формасы необычный. Міне. I am a disco dancer. Міне үшінші лук. Ол тағы да қарапайым қара джинсы, және де мен анамыздың рубашкасы. Ол өте моды көрінеді деп ойлаймын. Бірақ осы рубашка ұзын, оны өздерің қаласаңдар, егер сендердің аналарында осыған ұқсас рубашка болса, сендер де кие аласыңдар. Оны шығарып тастауға да болады. Ол вообще-то ұзын, бірақ мен осылай джинсының ішіне салып қойдым. Төртінші лук міне осындай. Бұл маманың рубашкасы. Бұл да өте қарапайым лук. Жазда ыстық күнде осындай киіп алуға болады. Міне. Өте әдемі және жеңіл лук. Достар, бесінші лук ол осындай. Ол анамыздың кюлоттары. Неде менің қарапайым сары футболка. Менің ойымша өте әдемі, бірақ осыны жазда киеді. Өте жеңіл, өте күшті. Ал келесі лукты сендерге Мадина көрсететін болады. Міне достар, алтыншы және ең соңғы лук. Ол осындай көйлек. Анамыздың, мен оны кішкене қысқартып қойдым, чтобы ол үлкен болып тұрған жоқ. Міне ол өте жеңіл және қарапайым лук. Ол көйлек. Осындай аналарында көйлек болса, осыған ұқсас, сендер де киесеңдер болады. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Міндетті түрде лайк басыңдар. Сендерге қиын емес, біз үшін ол өте маңызды.
Сондықтан лайктарыңды аямаңдар, комментарий жазыңдар және каналға тіркеліңдер. Осы видео сендерге ұнады деген үміттеміз. Сендермен бірге болған Адина, Мадина, Твинс. Бай-бай!